Ассалаумағалейкум, құрметті біздің жанкүйерлеріміз және подкаст көретін адамдар. Бүгін көптен күткен подкаст деп айтуға болады мен үшін. Өйткені бізге бір қонаққа тамаша адам келіп отыр. Өткен жылдан бері шақырам деп. Бірақ ол негізі көп сөйлемейтін адам, сондықтан келмеймін деп жүрген адам. Бүгін бірақ амал жоқ. Қасымда осы жылы біздің командадан ұлттық құрамаға шақырту алған екі ойыншымыз келіп отыр. Димаш через себя ұратын Қараман және Сағи көп сөйлемейтін Совет. Қош келдіңдер жігіттер. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ең бастысы Димаштан бастай берейін, сен қарсы емессің, точно білемін. Өзіңді соңғы осы 2 аптада бір жұлдыз болып сезініп жүрсің ба? Әрине, сіздер өздеріңіз білетіндей, енді қазақ жанкүйерлері қатты қолдайды бізді. Далаға шықсам, мысалы кофе ішуге, либо там центрге бір жаққа барсам, бәрі келіп қолдап, суретке түсіп, особое внимание бөлінді последний осы 2 аптада. Естіген бойынша Атырауда солай болды. Иә, Атырауда олақта жанкүйерлерге көп рахмет. Ойында ақылят, ойын алдында суретке түсіп, ойыннан кейін андай автограф сұрайды. Все равно андай ерекше сезім болды. Енді түсінесің, Исламхан сияқты жігіттерді. Әрине, ол кісілерге одан да қиын шығар. Өйткені мен талай көргенде өзім ұлттық құрамада жұмыс істеген кезде де біздің Самат Смақов сияқты, Исламхан сияқты ойыншылар, мысалы бір торговый центрға бір мероприятиеға баратын болсаң, анау жүру мүмкін емес та адамдармен. Әр 5 секунд сайын біреу тоқтатады да суретке түсейік деп, сосын әңгімелеседі, бірдемен сұрайды. Әрине қазір енді интернет дамып жатыр ғой, социальный сеть. Сол жақта Инстаграмнан, ТикТоктан бәрі жазады, отмечать етіп, бәрін қарайсың. Ал Сағи, енді сен де негізі соңғы кезде көп танымал болып жатсың, ұлттық құрамаға алғашқы шақырту алдың. Әлі әрине ойында дебют болған жоқ, бірақ Димашты күткен қанша бір 2-3 ойын күттің сен? Иә. 2-3 ойын сені шақырып, заявкаға кірмей қалып жүргенің болды, Ол ошибаться етпесем соңғы февральда басталды. И вот осы соңғы Бельгиямен немен жасадым, дебют жасадым. И основной составқа вот соңғы ойына шықтым, Македонияға қарсы. Қалай іштегі сезімің алғашқы рет негізі ұлттық құрамаға шақырған кезде не ойладың, қандай ойда болдың? Маған хабарласқанда айтты, сені сборныйға шақырып жатыр. Кім хабарласты? Бірінші ғалым звондады. Соң ғалымнан кейін, ғалым деппін ғой, Саня Берг. Сол хабарласты, сосын айтты, саған кім сборныйдың администраторы звондамады ма дейді. Жоқ десем, қазір онда хабарласады, күте тұр дейді. Сосын сол хабарласты, айтты, құттықтап жатыр. Соң, конечно, қуанып қалдым. Сразу атаға звондадым. Ата қуанып өзінің советтерін айтты. Алға сәттілік тіледі, болды. Бір қызға айтып берейін, негізі енді ұлттық құраманың сені алғаш рет шақырған, мысалы Али Алиев бар ғой. Сол Алихан Алиұлымен көктемнен бері талай әңгімелескенбіз осы ұлттық құрама жайлы, сен жайлы өзінің пікірлерін айтқан. И мен көктемнен бері Сағи деп құлағына құя бергем. Сонда мен айтатын, енді оның да сөзінің жаны бар әрине. Ол айтатында, понимаешь, дейді, вот чтоб он был в сборной и конкурировал, он у тебя в клубе должен быть лидером деп. Сөйтіп айтатын да. Как это десем, он должен не только играть регулярно, а отдавать голевые передачи, забивать. Вот такие люди только вызываются в сборную деп. Жақсы деп ойлап отырмын. Сосын Сағидің ойыны сезонда басталды ғой. Ана ойында голевой, мына ойында голевой. Соңғы ойында Тұранмен болған ойында 2 голевой жасадым ғой. 2 ассист жасады. Сол кезде Ханәлиұлы қасымда тұрған. Соны айттым, Али Ханәлиұлы міне бір емес 2 голевой берді деп едім. Я білем, мен уже списке есть деді. Негізі ол рас, біз үшін енді Сағи енді біздің команда жүргеннен кейін біз үшін ол лидер. Жалпы Қазақстанда енді левый защитниктан ең көп ассист берген Сағи. 5, да, если не ошибаюсь, Сағи. 5 ассист. Вороговский у нас, 4, по-моему, или 3 па. Білмеймін, Сағида осы жылы енді
Анатолий Димченко келгеннен кейін жаңағы левый латераль дейді ғой, левый латераль болып опорникқа көшеді. Тактика жағынан жаңағы игровой процесі өте басқа, және біздің лидеріміз деп 100% айта аламын. Сол рөліңді айтып берші, өзіңе қалай ыңғайлы болды ма, қазір үйрендің ба жаңағы опорный зонаға кіру деген? Ол келген кезде сразу өзінің нелерін айтты ғой, тактикасын, схемасын бәрін, мынау сенің позицияң ауысады депші. Сосын маған негізі ұнады ол позиция, өзіме де қызық болды, қалай болады екен деген сияқты. И бәрін сразу ұғып алдым да, и көріп жатсыздар, ассистта болып жатыр, жақсы ойнап жатыр командамен. Негізі команда жақсы ойнап жатыр ғой. Соның бәрі сол главный тренердің арқасында деп ойлаймын. Тамаша. Өзің енді жеңіске өткен жыл келдің, сен уже команданың вице-капитанысың, алаңға Исламбек жоқ кезде сен капитан повесткамен шығасың ылғида. Қалай өзіңді сезінесің командада? Уже мына өткен жылы басталған нәрсе, негізі жанкүйерлер ойын кезінде Сағиға арнап ән айтады постоянно. Өзің естің ба соны? Жоқ, естімеппін, бірақ айқайлап естимін, ондайды естідім. Енді капитанский деген үлкен жауапкершілік, үлкен мәртебе. С достоинством жүру керек қой тоже. Бірақ ондай қатты несі жоқ, давлениесі жоқ, ештеңкесі жоқ. Бәрі балалардың бәрі бірдей ғой. Рөлдары әркімнің әр түрлі. Білмеймін, ондай қатты не жоқ. Негізі өзің талай жігіттердің өздері де айтады, раздевалкада кейде Сағидың бар екенін білмей қаламыз, сөйлей ме сөйлемей ме деп басында ойлайтынбыз деп. Неге өзің сондай интервью көп бермейсің мынандай, Жоқ, мен негізі интервью... Мен поляда сөйлеймін десей. Жоқ, негізі интервью бере алмаймын мен негізі, бірақ командада өйтіп тұйық емеспін, онда нормально, бірінші рет тұрмын. Негізі өзіміздің балалармен ашық жүремін. Былай камераны көрсең ғой, кішкене қобалжып қаласың ба? Негізі қателеспесем сен Қордайдың тумасысың, иә? Басына Шудың. Жерлес екенсіңдер, иә? Бірақ футбол Алматыда бастадың. Алматыда бастадым. Василий Марняк деген тренерде бастадым. Ол келіп сосын Астананың дублін алды, осы жерге шақырды. И бір осы Астана тұрып отқан 10 жылдай болып қапты ғой, былай көзді ашып жұмғанша. Иә. Уже Астананың көп кеттік. Мен есімде 21-ші жылы ғой де, премьер-лигада дебютың болған, Тихоновтың кезінде. Иә, Тихоновтың кезінде. Содан кейін бірақ Астанада дұрыс мынандай не мүмкіндік көп бермеді, көбінесе арендаларға барып жүрдің. Ол жетпесте болдың, Арыста болдың, қателеспесем. Арыста 2020-да болдым. 20-да болдың. Ол жетпесте болдың. Жетпесте болдым. Енді 2 жыл болды премьер-лигада, незаменимый игрок дейді ғой, командада ылғи алаңдасың. Өзіңді уже мынандай тәжірибелімін деп айта аласың ба? Тәжірибелім деп айта алмаймын. Бәрі сол ойын, каждый ойынмен келеді ғой. Каждый ойыннан сабақ алып, күнде ойыннан кейін сол қайттан қарайсың ғой матчты, анализировать етесің. Ошибкаларыңды қарайсың, дұрыс жасағандарыңды қарайсың. И солмен негізі тәжірибе келеді деп ойлаймын. Ал енді өзімнің ойыным жүрмеді, мүлдем ойын болмады деп қай ойынды айта аласың? Жеңіс сапында. Осы жыл ма? Осы жыл болсын, өткен жыл болсын. Осы жылы Ордабасымен сол Шымкентте ойнаған кезде ғой деймін. Негізі вообще ойын жүрмеді ғой, бәрімізде. Білмеймін, не үшін екенін білмейді ешкім. Прям ойыны вообще жүрмеді. Не пас бере алмайсың, не тоқтата алмайсың. Поляға үйренбегеннен ба, или басқа бір нәрсе ма, белгісіз тоже. Қалған ойындарды негізі жақсы ойнап келе жатырмыз ғой. Ол Ордабасымен болған ойын негізі тобылдан кубоктан ұшып кеткеннен кейін болды ғой. Мүмкін сол шығар. Мүмкін ол да бар, иә. Может эмоционально, может психологически қиын болды ма, ұшып кеткеніміз. Димаш, сен бұл жеңісте бірінші жылсың. Келгеніңде қандай ойың болды? Неге жеңісті таңдадың? Мен білем, сенде ұсыныстар болды басқа командалардан. Біріншіден, сіз звондағаннан кейін, бірінші Адил Бақытович Берік Айтбаевқа звондады. Берік Айтбаев командада болған кезде маған звондады, саған ұсыныс келді деп. Мен отбасымен ойландым,
ол кезде менде предложение вроде Ожетпестен болды. Сол екеуінің команданы таңдап, әке шешеме сөйлесіп Астананы таңдадым. Содан кейін сізбен бір сөйлестім, сізге айтқам, бас бапкермен сөйлесуге бола ма, ода қандай мнение, қандай позицияда мені көреді, мен ойнайын ба ойнамайын ба, бәрін ойланып сол Жеңісті таңдадым. Жеңісті таңдағаныма өкінбеймін, өйткені бұл историясы үлкен бір клуб, өзінің бір жетістіктері бар. Содан кейін жалпы біздің командада қазақтар көп, жақсы. Атмосфера биыл өте тамаша. Мен үшін осы сезон бір үлкен бір плюс деп ойлаймын. Енді шыны керек, әрине әр ойында негізі құрамда шығасың, ұлттық құрамаға шақыртып алып отырсың. Мен үшін де мен негізі өткенде хабар арнасында болғанымызда да айтқам, негізі Димаштың потенциалын бұрыннан білгем да, білмеймін, бір 100% бір өзім кепіл болып тұрдым да, осы Димаш бізге келсе баға ашылады деген. Сезонда екі бапкер бастағанда Акисова Валис болды, кейін Андрей Демченко келді. Екеуін салыстыратын болсаңдар, енді түсінікті тактика жағы мүлдем ондай противоположный бапкерлер ғой, бірақ сонда да подходтарынан бәрінен екеуің де сбордан бірге болдыңдар Акиспен. Қандай айырмашылықтары бар олардың? Бірінші бапкерді айтып кетсек, Акисова Валисті біз енді ол кісімен жаңағы Турцияда, жаттығуларда, сборда болдық. Ол кісі в основном жаңағы оборона и контратакаға көңіл бөлді. Екінші тренер болса Анатолий Димченко, ол тактика және допты көп ұстауға қарайды. Енді білмеймін, енді балдарға кім ұнайды. Бірақ Акис мысалы өте қатал бапкер еді ғой. Ол Анатолий оған қарағанда дисциплинаға жақсы қарайтын. Даже біздің ойынымызды қарағанда бірінші кругта бәріміз бірге двигаться түседі ғой. Бәрі дисциплинированный болды. Синхронность. Қазір мысалы біздің ойымызды қарасаңыз, Ардақ ортаға келеді, Саи ортаға келеді, мен шетке кетіп қалуым мүмкінмін. Гибкий да біздің ойымыз. Сол үшін енді әр тренер өзінің тактикасы бар. Сен айта аласың, Саи? Маған екі тренерді ұнады негізі. Акистің футболы практичный ғой. Ана жылы қиын ситуациядан шығарды. Ондай отып жаттық қой. Ол келген кезде сразу отып бастадық. Бір жатып алып өзіміздің бір екі момент саламыз да соң солай өтіп кетіп жүрдік қой. Мына тренермен ойын вообще бөлек. Доп контроль етесің, всегда доппен жүресің, көп шаршамайсың Акистегінде. Менде Акисте судороги тартылатын постоянно жүгіре бергеннен. Мына ойындардан былай нормально болып жүрді. Разницасы қатты, енді арасы қатты енді. Доп ұстаумен доп ұстамасаң шаршайсың, жүгіресің ары бері. Доп ұстасаң атакада көп, моменттерде көп. Соны айта аламын, басқа. Әртүрлі бапкерлер болады ғой, енді характерларына байланысты. Кейбіреулері мысалы ойыншылармен көп сөйлеседі. Мысалы сені өзің шақырып алып жеке сөйлеседі, сені шақырып сөйлеседі. Кейбіреулер мүлдем сөйлеспейді ойыншылармен. Бұл бапкерлерді қандай типқа жатқызуға болады? Қазіргі тренерді айтып кетсек, ол бірінші күні келіп менімен сөйлескен, сен неге көңіл күйің жоқ, сен неге көп сөйлемейсің, неге күлмейсің деп сұрақ қоятын маған. Сен мақсатың қандай бұл футболда, сен от футбола что хочешь деп сұрайтын. Сол жағынан маған ұнады. Мысалы Акиспен мен білмеймін, ондай қатты көп сөйлеспедік, шынын айтсам. Акис негізі ол ойыншылармен көп сөйлеспейтін, иә? Байқадым соны. Акис сөйлеспейді, бірақ ол довериесі сезіліп тұрады негізі. Осы жылда маған доверять етті ғой, басынан бастап. Демченкомен сөйлесеміз, негізі балалардың бәрі сөйлеседі. Свобода береді, бірақ енді балаларды құтырып кетпейді да. Құтырса сразу орнына қояды. Сондай тренер. Негізі қазір уже соңғы тур қалды, соңғы ойын. Сезонның енді маусымның кішкене қорытындылай берсек болатын шығар, иә, қорытындысын шығарып, өздерің қалай сезінесіңдер, бұл маусым жақсы болмай, өздеріңе жеке өздерің үшін және команданы айтатын болсақ.
иә жаңағыдай мен айтып кеткендей өзіме плюс қоямын, бірақ ең өкініштісі ол біз кубокқа шыға алмай қалғанымыз. Задача сол еді, кубокты осы жылы ұту, бірақ енді ол мақсатқа жете алмадық. Енді өзім жаңа айтып кетсем, ұлттық құрамаға түстім, ұлттық құраманың атынан гол салдым, және жеңіс сапында бүкіл матчты ойнап, мүмкін жақсы жағынан көрсеткен шығармын. Сол үшін тек қана плюс қоятын шығармын өзіме. Мен үшін де плюс осы сезон ассисттар бар, бірақ өкінішке орай гол сала алмадым. Голды қатты күткен едім, бірақ болмады, кірмеді. Мүмкіндіктер болды бірақ. Мүмкіндіктер болды, сборныйға шақырылдым. Оның өзі білмеймін енді. Әр футболшының арманы ғой, сборныйға түсу. Әрине. Енді осы сезон только есте жақсы қалады. Осы негізі осы жылы Астанамен кубокте ойнадық, өтіп кеттік Астананы. Сосын жаңа екінші айналымда өз алаңымызда ұтып кеттік Астананы. Бір мынандай реванштық сезімің болды ма? Міне сендер мені қалдырмадыңдар, мен бүгін сендерді ұтып отырмын деген. Жоқ, оны қатты ойламадым негізі. Бәрібір болды. Әр ойында ұтып, ары қарай жылжи беру керек қой. Бір орында тұрып қалмайсың. Ондай қатты қараған жоқпын Астана деп. Әр тұрамен сақты ұттық. Жеңіске жеткен ойындардың бәрі негізі жақсы ғой. Көңіл күйім жақсы жүреді. Осы бір апта бойы келесі ойынға дейін. Соның арқасында жүрдік қой. Ал енді командаға келетін болсақ, мысалы кеше Саян Мұқанов үйіне шақырып, легионерлерімізді бешбармақпен таныстырып, етпен қазы қарта жігіттерін не деп кетті? Жалпы легионерлер қуанып кетті. Жаңа Саян отбасы бізге сый тартты. Той бастап берді. Той бастап берді. Құдай қаласа ойынға шығамыз сөйтіп. Бешбармақ жеді, сорпадан көрді, қымыздан көрді. Әрине олар ұнады. Ондайды күніге көре бермейді біздің қонақжайлығымызда. Енді легионерлер жалпы риза деп ойлаймын. Енді бұлай стористардан байқағаным, әрине бәрінің көңіл күйі жақсы болып отырды. Керемет болды. Тамағы тәтті. Тағы да Саянға рахмет айтамыз. Енді Саян ол сондай жігіт қой. Өте қонақжайлы, өте енді ана ауыз ашылса жер көрінеді дейтін адамдар болды, сондай ғой өзі. Көптеген командаларда көргем, негізі легионерлер және қазақстандық ойыншылар бір-бірінен бөлек жүреді, бір-бірімен қатты араласпайды. Байқағаным бізде олай емес, жалпы жаңа айтып кеткендей, бізде атмосфера өте жақсы, раздевалкада болсын, вне раздевалки болсын. Өйткені біздің қазақтар легионер бір-бірімен жақсы сөйлеседі, араласады, бір-бірімізді қонаққа шақырамыз, тамақ ішуге шақырып, кофе ішуге бірге шығамыз. Енді әрине осы жылы ондай бір жаман бір ойыншы, жаман адам дейтін жоқ, бәрі бірге. Бәрі сіңіп кетті. Бәрі сіңіп кетті. Ал сенің мысалы, сенің және Саянның португал тілін білетіндерің негізі Адилиомен, Жан Мартиншмен коммуникацияға қатты көмектесті ғой, Әрине ол өте қатты көмектесті. Үлкен жаңа Руй Баталия бар, Адилио бар. Олар Адилионы айтып кетсек, ол ағылшынша сөйлемейді. Мен онымен қалай сөйлесетінін білмеймін. Біз онымен португалша сөйлесіп көмектесеміз. Тренировка түсінбесе перевод жасаймыз. Не дейді негізі Адилио осы? Қазақстан жайлы, Астана қаласы жайлы? Жалпы ол, мен одан сұрағам, сен қай қаладансың деп. Ол бір кішкентай городоктан негізі. Енді Астана енді ол біздің бас қаламыз. Қандай көшелер, қандай үйлер, жалпы халқымыз жақсы ғой. Ол соған удивляция етіп жатыр. Мүмкін енді келесі жылы қалатын шығар. Өйткені мен өткен жыл болды ғой. Есінде ма, қарды алғаш рет көрген кезінде таңғалып видеоға түсіріп. Сосын қыста негізі оның агенттермен сөйлескенімізде бізде түсініксіз болып тұрды ғой, спонсорлық демеушілік ақша қалай болады, жаңа заң шықты, легионерлерге төлей алмаймыз бюджеттік ақшадан деген. Соның кішкене пауза болып қалды. Легионерлер кім күтеді, солар күтеді деп ойладық. Сонда Адилионың агенттері айтады да, біз одан сұрадық дейді, басқа команда іздей берейік па саған деген кезде, мен жеңістен басқа ешқайда ойнағым келмейді деп айтқан екен. Молодец.
сонда мен түсінгенім, мен де естігем, ана Бразилияда кішігірім қаладан мына ближайший аэропорт бір 300 шақырым жерде ма, сондай жерден тұрады екен да. Оған әрине Астана өте ұнайды ғой. Бірақ өзінің мынандай, мен онымен көп араласпағаннан кейін, өйткені ол ағылшынша сөйлемейді, мен түріне қараймын да, түсінбеймін. Ұнай ма оған, не ұнамайды, өйткені ол күліп жүре береді да, бірақ ештеме айтпайды ғой, мен мынау ұнамайды, анау ұнамайды. Жалпы енді біз де байқаймыз ғой, енді португалша сөйлескеннен кейін өзі момын бала, көп күлмейді, көп сөйлемейді, өзінің жұмысын істейді, сонымен дәлелдейді ғой. Негізі алаңда ондай ойыншымен ойнаған енді жеңіл шығар, иә, оңай. Өте жеңіл, өйткені допты алдыға итермелейді, допты сохранять етеді, жүгіреді, өзіңіз білесіз. Моменттерде осы жыл қанша гол салды ол? 6 гол салды чемпионатта. Қанша голевой берді мысалы, біраз матчта выручать етті ғой бізді. Жоқ, қанша он салмады, иә, Сағи? Қанша он салмады. Иә, бірінші кругта біраз салмады. Финал есіңде ме әлі? Финал, конечно, есімде. 87-ші минутта 1-1 шығып, 80-мен. Соны сал, чемпионбыз сразу. Салса болды, ұтар едік. Сол ойын жайлы, мысалы, финал жайлы сұрайын деген Сағи. Мен негізі шынымды айтайын, сенің сол ойын, финалдағы ойының өзіме өте қатты ұнады. Менің ойымша, сен сол ойында ең мықты ойыншы болдың, и сен алаңнан кеткеннен кейін біздің, білмеймін, қорғаныс жағынан да, әсіресе шабуыл жағынан ойынымыз жүрмей қалды. Өзің сөйтіп сезінесің бе, өзіңе ойыным жүрді деп айта аласың ба сол ойында? Мүмкіндігің болды, иә, гол салуға? Мүмкіндік болды, бірақ енді ол да пол момент қой, оң аяқпен всегда тигізе бермейсің ғой, деп. Право для ходьбы дейсің. Иә, право девяткаға вообще тигіздің, шығарды, бірақ сесен. Бірақ енді бәрі жақсы ойнады ол кезде негізі. Просто аяқ жағында сол моментті салмай қалды, и одан кейін жіберіп алдық қой, контратакадан қанша 2 гол ма? Екінші добавление шаршап қалдық. Ол да әсері бар. Жаңағы гол салмаған, оның да әсері бар, білмейсің. Бұйырып тұрғаны сол болды ғой. Осы жыл болмай қалды, финал, кубок лиги ма? Сол турнир болмай қалды, негізі ол турнир жақсы көмектесті, ойын практикасы көбірек болды. Ойнамаған балалар ойнайтын еді. Кішкене қалтамыз толып қалды сол турнирға бөлі. Иә, ол да бар. Негізі, тағы сұрайын деймін, Димаш, сен осы өткен жылы Жетісуда ойнағаныңда өз позицияңда ойнадың, иә? Бірақ негізі мынандай опорник болып ойнадың, оборонительный болып, иә? Ол кезде я Қайрат Жұмабекұлы таза опорник қылып қоятын, сол позицияда көретін ол кісі. Мен Сикомен в паре ойнадым ғой, Мұжықовпен. Енді өздеріңіз білетіндей, енді Сико доппен жақсы, техника жақсы, полян между линиямен өте жақсы ашылады, тәжірибесі мол. Енді ол жаңағы Сико больше в атаку болды, мен больше оборонительный болдым. Енді бізде бастағанда Акис Вавалиспен де сондай болды, иә, сенде? Иә. Исламбек кішкене больше в атаку болды да? Иә. Енді ол кісіні айтып кетсек, өзінің видениесі болды да, мен позициямда. Көп шетке ашыла берме, тек қана ортада бол, между линиямен тұр, лишний движение істеме деді ғой. Бірақ өзіңе негізі латераль болған еще. Ақсуда. Иә. Ақсуда болған, иә, ол есімде, білемін мен оны. Чемпионатта, КПЛ-да бірінші голымды осы Димаштың арқасында салып кеттім ғой. Иә, Ақсуда ойнап жатқан кезде Саги ол жетпесте еді. Фланговая подача болды, мен ол передачаны күтпей қалдым. Өйткені алдына защитникте бороться етіп жатқан кезде доп маған тиеді да, и Сагиға отскок болады, и Саги почти он аяқпен салып кетті ғой. Он аяқпен салып кеттім ғой. Есімде емес қаласың, бір құлап салдым ба, бір нәрсе салып салдым. Негізі сені осы латераль рөліне көргенімде таң қалатынмын. Ақсуда Вахид Масудов қой, оңға қойып. Негізі сол кісі 2019-да болды бізде Таразда, Юнусович. Ең бірінші ойынымда Ордабасы кубокпен шығам, латераль болып. И 3 күннен кейін чемпионат дебют жасаймын Астанамен қарсы. И сол ойынды ұтамыз, Астананы 2-0, и содан кейін латераль болып 5 сезон ойнап шықтым.
бірақ сосын Вардан Минасян болған кезде уже басқа позиция ойнады. Ол кісі мені левый полузащитник және де опорник болып қояды. Бірақ жаңағы Алихан Алиұлын айта кетейін, онымен сөйлескенімде ол маған негізі көктемде еще айтқан, менің ойымша негізі Димаш вингер болу керек деп. Левый вингер он должен быть, но у него конкуренция там Самародов, Кенжебек деп сөйтіп айтқан. Иә, негізі таразы вингер болып ойнадым. Ол 21 және 22 жылы. Ол кезде енді таза вингер болып ойнадым, ортада ойнамадым. Енді келе жата опорникқа көштім. Жалпы өзіме енді осы позиция ұнайды. Опорник және десятка болу. Бізде бір ойын ойнадың вингер болып, Ордабасыға қарсы. Иә, Ордабасымен қарсы. Ол ең бірінші ойын Анатолий Димченкомен. Бірақ ол ойынға енді бізді дайындаған Ханалич, Ералы Ханалич. Сол кісімен солға қойды. Сол ойында қателеспесем голевой бердім. Иә. Ол кезде Турбоның бірінші голы болатын ойын ғой. Первый, единственный пока. Тағы бір сұрайын дегенім, мен просто шалмын ғой уже почти, танкта өмір сүрем. Мынау тренд па не ол екеуің жаңағы аэропортта түскен видеоларың Байзаковадан тараған бір деме дедім. Иә, тиктокта бір тренд бар, бір блогер бар, аэропортта досын күтіп алады, и содан кейін өміріндегі не болып жатқанын түсіреді. И біздің енді Ануар соны түсірейік, қызық болады. Негізі оны қазақтар сол видеоны алып кетті, бәрі түсіріпші, прикол болып. Соны Ануарбек айтып бізге айтады, давай түсірейік дейді. И біз давай дейді. Өйтіп ойлаған жоқпыз, өйтіп жарып жібереді депші. Оказывается, нормальный просмотр жинап. Иә, мен түсінбеймін, қараймын, мынау не пәле деймін. Лайктары көп, просмотрлары көп. Не болып жатыр деймін, сосын түсіндім, әйтеуір бір тренд екен. Оны түсіргенін көрсеңіз, біз ұялып, оны басшағанда, қой деп. Онда күніге түсірілмейсің ғой енді. Ұялдық басшағанда. Потом енді аудиторияны нормально қарсы алды. Өзімізде күлдік қой соңында. Бірақ комментарийдің бәрі әйтеуір жыртылып күліп отыр. Бәрі Саинның туысқандары ғой. Негізі үй іші ата-ана дегендей Жеңістің ойындарын қарайды ғой, иә? Әрине, мен жалпы семьям бәрі футбольный адамдар. Әке-шешем волейбол көреді, қазақстанский футбол көреді, хоккей жібермейді. Жалпы Жеңіс үшін өте қатты жанкүйер. Осы жылы енді өздеріңіз көріп жатқандай, мен ешқашан алтылыққа кірмегем. Жетісуда, Таразда, Ақсуда соңғы 10-да боламын, 9-шы орында боламын. Жалпы еще ұлттық құрама шақырдым. Олар футболды осы жылы қатты қарап жатыр. Ұнап жатыр бәріне. Үлкен ағаң бар ғой, иә, футбол ойнаған? Ол ағам бар. Мен сол ағам арқасында жалпы мен футболымды бастадым. Ол ағам 95 жылы Қараман Құрмет. Сонымен бірге баратын футболға. Сол кезде Кургулин Малик тренер, бас бапкерлері мені көріп қатыса бер, бізбен тренировка жасай бер деп алып қалды. Содан кейін енді қазір интернетте хит болып отқан дядя Ваня дейді ғой. Иә. Естіп отқан шығарсыз. Иван Ильницкий. Сол кісі жаңағы өзінің возрастыма алып кетті. Бәрі сол дядя Ваняны айтады, енді ол кісіге әрине тек респекті ғана айта аламыз, бірақ негізі Тараз деген ол бұрыннан енді Қазақстанның Бразилиясы ғой, былай қарасаң, ол совет кезінде, одақ кезінде жаңағы Агай, Масудов, Яровенко, Шоқ бәрі сол жақтан шықты ғой. Кейін Литвиненколар болды. Енді әр жыл сайын Тараздан мықты жігіттер шығатын. Соңғы жылдарда жаңағы Годида бар, сен барсың, міне Исламхан, Зайнуддинов, Байтана, ойбой, бәрін айта берсең көп. Соң сыйқыры неде? Жалпы сол сұрақты өзіме де қоям. Ол сұраққа жауап жоқ, шынымды айтайын. Негізі может жылы болғаннан шығар. Мен Шымкентте жылы ғой. Шымкентте негізі жақсы футболистер бар ғой. Бірақ ондай енді объем емес қой.
как Бразилия дейсің ғой жыл. Иә, жыл сайын тараздан. Солтүстіктен батыс шығыстан бәрі ең көп негізі сол оңтүстіктен ғой футболисттер. Қыста да ойнай береді поледе, енді солтүстікте поле жоқ, неде ойнайды, залда, спорт залда ойнайды. Соның арқасында шығар, білмеймін. Именно тараздан мынандай дерзкий жігіттер шығады. Негізі басқа спорт алсақ та негізі тараздан көп қой. Иә, боксерларда. Оның ответ жоқ енді, білмеймін. Негізі өте спорттық область сияқты да мен үшін. Сол маған да қызық жалпы, сол не үшін именно тараздан көп спортшылар, жаңағы олимпиада жеңімпаздары, футболдан сборныйға түсіп жатқан кісілер не үшін именно тараздан екенін өзім де білмеймін. Сметов бар, көп қой тараздан. Өздері ғана суретке түсе береді, бөлініп. Иә. Шақырмайды. Ұлттық құрамаға келсе ол да тараздықтар жиналып алады өздері. Исламхан келеді өзінше қонаққа. Қалайсыңдар жігіттер? Иә, ондай бар енді кішкене тараздар бір-бірімізді әрқашанда қолдаймыз, қайақта болсақ. Дұрыс, сондай патриот болу керек. Негізі сен де сол жақтысың. Иә. Тартып алдым ғой өзім бандаман жаңағы сборныйда. Жүретін ұялып, жаңағы. Пойдем с нами будешь, будешь дедің ба? Жоқ, қолдағандар енді бөлек. Бір-бірін любой ситуацияда енді көмектесіп тұрады, естисің ғой енді. Иә. Көмектесіп тұрады, бір қажет нәрсесі болса береді, қолдан келсе көмектеседі ғой. Негізі жақсы, ондай болған жақсы ғой. Сен өзіңді алматылық болып санайсың ба, жоқ уже астаналық болып кеттің ба? Мен қазір шын айтсам өзімді білмеймін қай жердікі екенімді. Астанада 10 жыл тұрдым, Алматыда 15 жыл тұрдым. Негізі шудікімін, білмеймін енді. Қай жерге өзім жатсатынын білмеймін. Нейтрально жүрмін ғой. Мен сияқтымын, мен де Астана, негізі алматылықпын ғой, бірақ Астанаға сіңіп кеткем да уже қазір Алматыны уже үйім деп айта алмай қалатын болдым. Алматыда чужойсың, Астанада чужойсың. Иә. Қанша тұрбасыз Астанада? 8 жыл болды. Аз болыпты ғой. Тағы бір сұрайын дегенмін, сенен сұрайын дейін де ұмыта беремін, ана кезінде Қайратта бір жігіт ойнап еді, Қуаныш Советов деген. Туысқаның емес пе? Жоқ, бәрі сөйтіп ойлайды. Туысқаның ба, ағаң ба деп сұрайды. Жоқ, просто однофамильцы деп. Қайрат Савитаевич деген сенің туысқан емес пе? Жоқ. Енді мынандай бір сұрағым бар да, жаңа біздің команданы айттық, талай нәрсені айттық, ал енді сен мысалы қорғаушы болғасын, сен латераль болып талай ойнадың, сен қай ойыншыға қарсы ойнаған өте қиын болды сен үшін мысалы? Мен ойымша Марин Томасовқа. Оның деңгейі дегенді көрінеді ғой, деңгейі мықты. Картемиді ше? Картемиді. Оқып тұрсаң да бір нәрсеге алдап кетеді да. Екі аяғы да мықты, оның сол аяғын жап дейді, бірақ оң аяқпен де подача істей алады. Білмеймін, ең мықтысы ол Марин Томасов шығар. Ал қалай ойнау керек осы? Бапкерлер қалай, не деп айтады осы Томасовқа қарсы ойнағаныңда? Жди дей ма, плотнее встречай дей ма, қалай ойнау керек ондай ойыншыларға қарсы? Негізі бросаться етпеу керек шығар. Енді тренерлер өйтіп қатты өйтіп айта бермейді, былай ойна деп. Бірақ енді екінші опорник болу керек та, көмектесетін. Екі адам көмектеспесе, қиын, один в один спокойно алдып кетеді. Бір кішкентай зона берсең, тартады да тебеді. Әр ойында сөйтіп жүр ғой. Білмеймін, может, жақынырақ ойнау керек па? Сен Димаш, сен қандай ойыншың болды оған қарсы ойнағаныңда, мынауың мықты екен деген? Соңғы осы жылы мен үшін енді легионерді айтып кетсек, ол Месауди шығар Қазақстанда. Өте ақылды ойыншы. Өте ақылды, көрініп тұр, уровені бар, ойнағаны, жақсы лигада ойнағаны көрініп тұр. Әрқашанда бір-екі шаг алда ойланады. Пас келеді ама в касание ойнап кетеді, ашылады. Исполнительский жаңағы өте бәрі жақсы. Сол үшін техникасы мықты. Техникасы жақсы. Жаңағыда Саи айтып кеткендей, ол Марин Томасов Қазақстанда уже қанша жыл өзінің деңгейін көрсетіп жатыр. Жасы уже 40-қа келіп қалса да өзінің деңгейін ұстап жатыр. Ал саған мысалы біреу айтты ма, осы саған қарсы ойнаған маған өте қиын болды деп? Маған Қазақстанда ма? Шынымды айтсам, ешкім айтпаған. Тек осы соңғы ойында деп ма, дебютный ойында мен Бельгиямен
барып көрдім, шықтым. Бір шынымды айтсам, бір кинодағыдай жүресің. Өйткені жаңағы атмосферасы, стадионы, ойыншылары деңгейі өте жоғары. Жаңа Кевин Де Брюйнен өзін айтып кетсек, мен позициямда ойнайды, бірақ енді левел топ дейді ғой, топ ойыншы болды. Мысалы жаңағы сен айтқанда Томасов сияқты же оларда мысалы доку болды, вот оған қарсы тоже 1-1 ойнау мүмкін емес шығар, иә, өз көзімен көрдік қой, өте тез қимылдайды, решениялары да тез, жалпы допты бермейді екен. Сен қатты былай қиын болды деп айтқан жоқ негізі, бірақ командалар айтып жүрді, сенің командалармен ойнау өте қиын депші. Әр ойыннан кейін сөйтіп айтатын балалар. Иә. Былай игроктарды бөліп айтқан жоқ та, негізі командамен айтады. Өйткені біз доп көп контроль ұстаймыз, сол үшін. Стиль игрыдан ғой. Өйткені ана допты иелемеген командалар, қорғаныста жататын командалар, олар көбінесе шаршайды. Иә. Жаңа сұрағыңызға есіме түсті да жауап. Таболмен бір аптада 2 рет ойнадық қой біз. Жазда кубок и чемпионат. Ойыннан кейін сол кезде Мосяшвили мен онымен жетісуда ойнадым ғой. Ойыннан келіп счет ұтып қалдық біз бірінші ойында 2-1. Ваша команда топ играет, как вы хорошо играете. Жаңа мақтады да бізді. Сол кезде түсіндім, значит, таболный игроктары да жаңа бізді признавать етіп жатыр да. Ол значит команда өсіп жатыр деген сөз. Бас бапкердің несі ғой, заслугасы ғой. Қорықпаңдар, қорықпай ойнаңдар. Психологически оларды сындырып тастау керек депші. Жаңа прессингтан шығып, через вратаря спокойно ойнай беріңдер дейді, рисковать етіңдер дейді. Соның арқасында ғой. Енді басында шыны керек, ол жаңа через вратаря ойнағанда, жаңа билдап жасаған кезінде менің жүрегім ауыратын постоянно. Өзіміздің де жүрегіміз ауыратын. Бірақ соңына қарай үйрендік, иә. Полёның качествосы бар ғой, тоже ойлайсың ғой, мына ойын жүрмейтін шығар депші. Ондай моменттер болды негізі. Өздері салмады да командалар. Так. Тек толы салып кетті. Иә, толы салып. Өз жерде сол газонға байланысты ғой, сол бірақ болғаны. Ал мысалы мына Атырауда бәрі біледі, Атыраудың газоны Қазақстанда ең нашар газон екенін бәрі біледі. Біздің бапкерге де талай айттық, ол жердің газон нашар деп. Бірақ сонда да Атырауда да соны ойнадық. Қорықпадыңдар ма? Шын айтсам, енді біз сол ойынға дайындаламыз. Тактика тұрғыда, теориялық тұрғыда біз ойлайтынбыз, өте ма? Неге сол пайдады? Өзімізге қызық болды. Ойынға бардық, өтіп жатты. Балдар да смело ойнап жатты, қорықпай. Жалпы ойыннан кейін біз кіммен кездестік? Алишермен. Біздің теннис ойыншысы болған, қақпашы. Алишер. Сүлеймен ба? Біздің Алиш па? Иә. Сол айтады. Сендер қалай қорықпай ойнайсыңдар деп, мынандай поляда деп. Қасындағы отырған легионерді, ойыншыларды бәрі айтып жатыр. Нақты бүйтіп ойнау, значит, большой риск дейді да. Енді сол өз ойынымыздан кетпей, что наигрывали, то и играли. Соңғы тур қалды. Қайсармен ойын, одан кейін отпуск. Мынандай бір шаршадым деген сезім бар ма? Саге жауап берсін бұл сұраққа. Шаршадым деген сезім енді бар. Кішкене болады ғой по-любому. Қиын сезон болды өйткені. Қиын сезон болды, иә. Бірақ ондай қатты шаршаған жоқпыз. Сборныйға шақыртса дайынбыз деген сияқты. Жоқ, физикалық тұрғыдан мүмкін шаршамаған шығарсыңдар, бірақ мен мораль... Жоқ, сборныйға барып келгенде менде басқа сразу ауысты да. Перезагрузка. Иә, одан кейін уже нормально, білмеймін. Қатты ондай не болған жоқ, шаршаған жоқпын. Жаңа Лихтенштейнға қарсы ойында екеуміз бірге отырдық қой, жаңа стадионда. Сырттан қарау қиын шығар, иә? Мына жерде мен де ойнай алатын едім ғой деген. Қиын, бірақ сборныйға түскен өзі маған енді жақсы не берді, толчок берді да. Соның өзіне қуандық қой. Сборныйға каждый адам түсе бермейді ғой. Әрине, элита ғой, по сути. Элита деген сөз. Бірақ енді ойнайтындай не бар, мүмкіндік бар да. Тек қана алға тренировка істеп, жақсы ойнап, солай жету керек. Сразу беріле салатын нәрсе емес қой. Вот сені постоянно байқаймын.
енді былай дене мүсінінен де көрініп тұр ғой, тренажерный залдан шықпайсың, постоянно тренажерный залға барасың, жұмыс істейсің дополнительно. Сен неғып сөйтіп көрмеймін мен? Бұл тренировка 1 сағат бұрын келеді, кірсеңіз аяқта темірлі сындырып жатады. Білемін ғой. Ол рас, денесі мықты. Жалпы білмеймін, өзімді қанша рет көрдім. Мен андаймын, бір 3-4 ай көремін де, шықпай жатса ой қойшы деп тастай саласың. Сондай әдетім бар екен. Бірақ енді соны до конца істеу керек екенін көзім жетіп жатыр. С возрастом келеді дейді ғой. Профессионализм деген сода жатыр ғой. Бізге сол кеш келді кішкене. Бір ағаларымыз болмады, бір соны ерте айтып қоятын. Просто мен таңғаламын да, қанша тек біздің команда емес, бүкіл барлық командаларда уже қанша жыл болды легионерлер келеді, көбінесе легионерлер қарайсың, бәрі тренажерный залға барады, бәрі дәу, мынандай аяқтары дәу, қолдары дәу, грудной клетка, плечи, бәрі енді жұмыс істейді да көрінеді. И біздің қазақстандық ойыншылар тек соңғы жылдар ғана байқап жатырмын да, осы соңғы бір 4-5 жыл шығар, кішкене қазақ жігіттерімізде сондай кішкене профессионал болып жатыр да, өз-өзімен жұмыс істеп, дополнительно жұмыс істеп. Бұрын шынымды айтайын, мынандай накачанный қазақ ойыншыны көрмеппін. Тек осы соңғы жылдар ғана осы Сағи сияқты жігіттер шығып отыр. Қалай ойлайсыңдар, ол біздің бір менталдық проблема ма, әлде сол просто білмегендігіміз ба? Сол, наверное, біздің білмегеннен шығар. Өзіңіз айтып кеткендей, соңғы 3-4 жыл болды. Сондай қазір біз неше түрлі техникалар бар, жаңағы жыл тексерілетін, веске қарайтын, және жаңағы тамақ жағынан дұрысталып жатыр. Сол енді тек қана жақсы болса. Енді жаймен келе жатырмыз ғой соған. Мен мысалы Дастан Сатпаевқа қараймын да, таңғаламын. 17 жастағы бала, бодибилдер сияқты. Қалай оған қарсы ойнаған? Қалай екен? Оған қарсы мен енді ол левый полузащитник қой. Жоқ, енді не персонально, а былай негізі алаңда көресіңдер ғой. Мен мысалы өткенде Қайратпен болған ойында қарап отырмын, бізге салып кеткен екінші голы қалай қашып кеткені, жаңа скоростін байқадым да. Таң қалдым. Енді живой бірінші рет көріп тұрмын да осындай скоростпен. Өйткені Астанада бізбен ойнағанда біз оған түк істетпедік, шыны керек. Еш нәрсе істей алмады. Алматыда ойнағанда ананың бір ревогы жаңағы таң қалдым бізде. Матером ешкім қуып жете алмады оны. Таң қалды ма? Иә, әрине. Өте жылдам итеріскен кезде негізі қатып қалғанда денесі оңайлықпен итере алмайсың. Бойда кішкене бар, мен ойлағам ғой телевизордан қарап, бойы кішкентай. Мүлдем кішкентай деп ойладың, иә? Оказывается, менен ұзын екен. Иә? Негізі өте қиын болды Қайратпен ойындар. Соның арқасында қазір Қайрат не істеп жүр ғой? Алдында бір рет ойнамай қалды ма? Қашан? Бір ойынды пропуск етті ма? Сол кезде ойындар мүлдем басқаша болып кетеді ғой. Соның скоростың арқасында негізі ойындар жүргізеді. Димаш, сенен сұрайын деген, Таразды айтып кетейік. Біздің негізі мен ойымша просмотр үшінде жақсы сияқты. Уже қанша 3 жыл болды ма команда бірінші лигада жүргеніне? Иә. Жаңа тараздықтар бәрің айтасыңдар ғой, біргеміз, дружный, анау жүректерің ауырмай ма? Ауырады. Негізі қай тараздың футболшымен кездеспесек, жаңағы ойындар болады, қалада көріп қаласың, сол Тараз туралы сөйлесеміз, не болып жатыр, қалай болады екен, қарыздар қалай болып жатыр екен. Енді бұйырса біз Тараздың әкіміміз біз задача жақсы қойса, премьер-лигаға шығарса, өте жақсы болар еді. Мен үшін бұл енді Тараздың премьер-лигада жоқ дегенде нонсенс да. Үйреніп қалғанбыз ғой, бұрыннан уже қанша Қазақстан футболын бақылап жүрмін. Тараз жоқ болса, бір қолың жоқ сияқты болып қаласың да. Иә, қарап тұрсаң Таразда бәрі бар, стадионда бар, базасы да бар. Базасына ремонт жасап жатыр дейді ғой, алаңды ауыстырып, иә. Бәрі условия бар, тек қана қаражат бөлінсе. Қаражат демекші, келесі жылы өздерің естіп жатсыңдар, біздің де Жеңіс клубында бір өзгерістер болайын деп жатыр. Жаңа пландарымыз бар, үлкен амбиция бар. Команда қалай қарсы алды ол жаңалықты?
Жалпы ол жаңалықты көп ойланып отқан жоқ, өйткені бізде қазір алдымызда соңғы ойынымыз бар. Сол ойында аман есен бітіріп, таблицада 6-шы орында бітіріп, соны ғана ойлап жатырмық. Оны енді отпуста асықпай ойнатып шығар балдар. Иә, қосыламын. Сен уже почти местныйсың ғой. Жанкүйерлермен уже, енді жанкүйерлерді танисың. Көп емес жанкүйерлеріміз, бірақ әр қалаға барып тұрады ойындарға. Солармен ешқандай әңгіме болған жоқ па? Ешқашан жігіттер нашар ойнап жатсыңдар. Өйткені комментарий жазбайды ғой олар, Инстаграм қалай. Ой, не ойын мынау, не анауың алып таста, мынауың алып таста деп басқа командалар жазады ғой, жанкүйерлері. Мысалы, Елімайдың, Ордабасының жаңа несіне кіріп қалсаң болды ғой Инстаграмына. Уволить тренера, уволить директора деп жатады, анау. Мен ойлаймын да, мүмкін біздің жанкүйерлер өздері ойыншылармен жеке кездесіп сөйлесетін шығар деп. Мынандай болды ма? Ана жылы болған шығар, результаттар жаман болып жатқан кезде келіп, жігіттер давайте ойнаңдар деген сияқты. Енді қолдауларын білдіріп кететін. Осы жыл негізі ондай лично сөйлескен жоқпын, білмеймін. Жақсы ойнап жатырмық қой негізі. Әр ойында келіп қолдайды. Даже выездной матчтарға барады. 5-6 болельшик бара ма? Білмеймін, мен молодцы енді. Жақсы көреді жеңісті. Атырауға да қанша 2 адам болып келді. Иә. Таң қалдым. Таң қаласың. Сол бізде таң қалдық. Молодец жігіттер біздің жанкүйерлер. Енді кішкене подкастымыздың соңына қарай тағы сұрайын дегенім, бір армандарың бар шығар. Түсінікті, ұлттық құрама, медаль ұту деген ол бәрі түсінікті. Ал өздерінің жеке индивидуальный армандарың бар ма футболда деген? Өте жақсы сұрақ. Арман туралы. Ол жаңағы Инстаграм салдым ғой, соңғы постта армандарым Құдай шүкір орындалды. Ұлттық құраманың атынан ол гол салу, дебют жасау. Бірақ индивидуальный болса, ол әрине Европада бір өзін жақсы деңгейде, жақсы лигада ойнаған, сол арман. Жақсы арман. Европада ойнау ғой негізі арман. Өзіңді басқа деңгейде тексеру. Сборныйда мен үшін әлі арман ойнау сборныйда гол салуда. Тіл жағы қалайсыңдар? Ағылшын тілі. Сен жарайды португалша білесің. Английскийді айтып кетсек, енді түсінем, бірақ разговоры нашар. Португальский енді Бразилияда 3 жыл болдым. Бірақ с каждым годом ұмытасың, практика болмағаннан кейін. Бірақ сөйлесем, түсінем. Орысшам идеальный десең. Қалжыңдаймын, конечно, әрине. Мен сол ғана. Мен де ағылшын жақсы түсінем. Мен апам ағылшын тілінен сабақ берген. Бірақ сөйлеуге өзім ұялғаннан ба, может сөйлемеймін ба, бір қате айтып қоямын ба, может содан сөйлемеймін ба. Негізі бірақ бәрін түсінем. Просто Европа деп айтып отырсыңдар ғой, ең бастысы керек нәрсе тіл қой бұл жерде. Әрине. Менде мысалы анам француз тілін сабақ берген, бірақ мен французша 4-ақ сөз білемін. Мысалы осы соңғы кезде мен Бақтиярдан сұрағам, ағамыздан. Қалай ол Бешикташта ойнаған? Не керек бірінші, не істеу керек? Ең бірінші айтты ол тіл деді ғой. Тілің болса бәрі оңай, жаңағы тренермен де сөйлесесің, игроктермен де сөйлесесің, барлық жағынан оңай болады. Тіл білмесең қиын екен. Бақтияр қалай біле ма? Түркше түсінеді ғой, жарайды. Түркше де түсінеді, ағылшынша да үйренді. Жалпы уже содан кейін ол қанша 2 жыл ойнады ғой. Уже жарты айдан кейін уже свободно жүрдім деді. Сен Бразилия жайлы айтып берші. Коринтианста болдың ғой, Крузейро. Крузейро шатастыра берем. Крузейро академиясында кәдімгідей тәлім алдыңдар, иә? Тәлім алдық, иә. Ол біздің тұңғыш президентіміздің жобасы етін. Оле Бразил болған. Оле Бразил болатын. Ол бірінші 94-тер барды, сосын 97 сайалар, иә? Содан кейін біз 2000-дер. Қазақстан бойынша 26 ойыншы барды, плюс бір переводчик и бір қазақ тренер болып бардық. 9 ай сояқта обучение и 2 ай осяқта Қазақстанда каникулда болатынбыз. Сөйтіп 3 жыл өтті. Жалпы енді Крузейроны айтып кетсек, енді ол жақта өзінің мықты клубтардың бірі негізі. Қазір владелец
Зубасик Роналдо өзінің воспитаниесі уақытын полностью выкупил клуб. Жалпы сол жылдары ол Крузейро, основная команда, Кубок Либертадорес дейді ғой, сол жақта ойнайтын элита ғой, Лига чемпионов. Лига чемпионов, да, Южный Американ. Базасы да мықты, жалпы тренерлары да тәжірибелі, бәрі мықты болды. Сол академияда сендермен бірге көздеріңе көрініп жүрген балалардан біреу ойнап кетті ма? Енді қазір Қарабақта Бикалио дейтін бала бар, бразилец. 2000 жылғы мен құрдасым, сол Лига чемпионовта ойнап жатыр. Тағы кім бар? Винисиус, мысалы біздің құрдас тоже, біздің чемпионатта ойнайтын. Сол жылдары. Реалдағы Винисиус. 2015-2016 жылдары. Сол кезде. Енді қалғандарын айта берсек көп негізі. Ал біздің қазақстандық ойыншылардан сенен басқа кім? Менің есімде бар, Бачик болған, Дмитрий Бачик болған, Нұрберген Нұрбол бар. Жетісуда. Содан кейін болды сол ғана. 97-лерден Саян Шайхов, е? Саян Шайхов, Тайкенов. Тайкенов точно. 94-ден. Ал 94-тен шыққан, е. Тайкенов бар, 97-лерден. Болды. Мен негізі түсінбейтінмін сол жобаның идеясы дұрыс қой, бірақ реализациясын түсінбеймін да, қалай 26 баланы барып бір жерге қойып қойғаны дұрыс емес сияқты. Мен үшін егер сол 26-дан үшеуі Крузейро, үшеуі Коринтианс, үшеуі Фламенго, үшеуі Васко да Гама сондай академияларға жіберсе, сол кезде адаптация дұрыс болатын сияқты еді, менің ойымша. Менің ойымша еще біз 3 жылдан келгеннен кейін Қазақстан бәрі өзінің клубтарына кетті ғой. Бізге бір екінші лига болсын, бірінші лигадан болсын, 97-лерде мысалы Бәйтерек болды команда Қазақстанда. Ол жақта мысалы жақсы көрсетті деп ойлаймын. Бізге де сондай бір мүмкіндік бергенде мүмкін шулататын едік чемпионатты. Ал былай сол 26 баланың ішінде мынау талант, мынау ойнайды ғой деген жігіттер болды ма? Болды. Өзіңіз айтып кеткендей, ол Дмитрий Бачик. Қазір қателеспесем, ол мини-футболда. Футзалда. Футзалда. Сол кезде көрініп тұрды, мынау талантты бала. Өскенде бір мықты футболшы болады шығар деп ойладым. Сен де сол типа сол сияқты проектте болдың ғой, жаңа Маруняктың командасы. Астанаға тоже сөйтіп сенен басқа қаладан да балаларды алып келді ғой дубльға, е? Біздің командада қазір ойнап жатқандар көп негізі. Бәрі неде тұратын, общагада тұратын, тамақтары енді қатты емес, сабақ жағынан енді тоже бала болдық қой, кезде оқымайды ешкім, бармайды, қашады сабақтан. Контроль болған жоқ ондай қатты ше. Алматыда, РКС-та ма? Тимирязев Байзақовада. Негізі ол жақта да Васильевич Маруняк өте андай қатал тренер болды. Дисциплина жағынан, дисциплинаны бірінші орын қоятын, сабақтан 2 алсаң тренировкаға кіргізбейтін сондай тренер болатын. Соның арқасында адам болдық қой негізі бәріміз. Қазір ойнап жатқандардан Ульшин бар, Швырев бар, Жакибаев, Кашкен бар. Кашкен де болды бізбен. Прокопенко. Дамир Марат, Прокопенко болған жоқ неде? РКС-те, ол Астанада келдік қой, сол кезде болды. Дамир Марат болды. Дамир Марат болды. Мади болды, Хасейн біздің. Мади Хасейн болды тоже. Ол да болды ма не? Біздің краш. Сосын Астанаға келдің, е? Астананың дублінде болдың, вот сол кезде болды, Прокопенко дегендер. Сол кезде. Сол РКС-та сол жақта жинады ғой. Проект сияқты ғой тоже. Бірінші жыл болмады, дұрыс ойнай алмадық. Ол кезде абайлар 95-тер ойнап жатты ғой деймін, есімде осы. Сосын келесі жылы уже бізді ойната бастаған кезде енді ол кезде мужиктар ғой, біз 15 жастамыз, қиын болды. И сосын 1-2 жылдан кейін уже чемпион болдық біз сол вторая лигада. Енді жақсы көмек берді енді Васильевич. Сендер 21-де уже Астананың основасында жүрдің, е? 19-дарда чемпион болдыңдар, е? Дубльмен. Сосын сен ойнадың ғой? 18-де чемпион болдық. 21-де ойнадың ғой? Астанада ойнадың ғой Жеңіске қарсы ойнаған кезде. Жеңіс 2-ші лигада бастаған кезде. Сен болдың ба ол кезде? Сен уже Астанада жүрдің, е? Ойнаған жоқпын. Жаңа Мейрамбек Қалмырза солар болған дубльде. Наверное.
балалар айтып берген шығар негізі жаңағы Саяндар, Абайлар осы 21 жылы команда құрылған. Иә, қиындықтар көп болған сол кезде. Сол кезде негізі ойламаппыз, жаңа өткенде Ахмат Зелимханович бар ғой, Ахмат Амиров екеуміз бір ойлап отырмыз да, Астананы ұлттық, сендерді ұлттық құрамаға шақырып жатыр, жаңа футбольный центр апта сайын бір возраст бір қалаға кетеді, соревнованияға анау кетеді, мынау кетеді. И отырды ол, айттым, ал Зелимханович, сен ойладың ба дедім да, 5 жыл бұрын осындай болады дедім. Енді армандадым дейді да, осындай болады деп, бірақ өстіп тез болатынын білмедім дедім. Сол жаңағы ненің арқасында ғой, жеңісті жақсы көрді ғой, енді жақсы көреді, енді душасымен. Зелимханович па? Ойбай, жанын береді ол жеңіске. Соның арқасында ғой бәрі. Шыны керек, осы бірінші сезоннан с момента возрождения ғой, сол адам болмаса қазір қалай болатын ешкім білмейді. Ал енді позитивті нотаға көшейік. Соңғы ойын Қайсарға қарсы, айтпақшы жанкүйерлерімізді шақырамыз осы соңғы ойынымызға. Жігіттер де сендерге құрметтерін білдіргісі келеді. Мен ойымша алаңда бәрін саласыңдар, күштерін саласыңдар, сол үшін. Мен Сайге үшін сезон бітті ғой. Ай, косячник. Онда Асхат өз позициясына орала ма? Еще бутсы вовремя жыртылды. Бутсы да жыртылды, Атырауға барып, жап-жаңа бутсым. Сезонда бітті дейсің. Сезонда бітті, бәрі. Тұр, әлі сен үшін мүмкін бітпеген шығар әлі. Енді, Бұйырса, ұлттық құрама бар. Кстати, бұйырса. Бір через себя барады, салатын жігіт уже точно барады ғой, түсінікті. Иә, әрине. Через себяның қазақшасы қалай екен уже білесің ба? Білмейді екен. Әлі білмеймін. Мен қанша ойлаймын, через себяның қазақшасы қалай еді деп. Есіме түспей қойды. Сол бәрі сөйтіп таныған атын емес, через себя дейді қазір адамдар. Сен ана бала емессің ба, через себя салған деп. Сол соңғы ойын, Димаш, жанкүйерлерге не айта аласың? Енді жалпы Жеңіс жанкүйерлеріне осы сезон үшін көп рахмет. Әр домашний матч болсын, выездной матч болсын, особенно домашний ойындарға 3000-4000 адам точно жиналады. Ол біз үшін қуантады, өйткені үйде ойнап жатқан сезесің. Ойыннан кейін өзіміздің 1-9 6-4. Сол жақсы ойнаған, жалпы гол саған адам ақайлайды. Соңғы ойынға айтып кететін, келіп бізді қолдаңыздар. Через себя салуға тырысамыз. Жоқ, әрине сіздерді қуантуға тырысамыз. Сезон үшін көп рахмет. Ол сен ойнамайтын болсаң, онда сені автограф сессияға алып барамыз. Ойынның алдында. Дұрыс па? Отрабатывать надо? Конечно, контракт надо отрабатывать. Негізі жігіттер осы біздің студия 64 өткен жыл ашқанымыздан бері қарап жүрсіңдер ма? Выпусктарды. Сен Саянды көрдің 100%. Саянды көрдік. Мен де бәрін көріп шықтым. Осы бүгін қонақ болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет, көңіл бөліп. Келесі жыл тағы жиналамыз деген үміттемін. Берді. Сонымен енді осымен қоштасайық. Мен ойымша, бірақ студия 64 өзінің жұмысын әрине жалғастырады. Бұл соңғы подкаст емес. Талайда өзіміздің әйгілі өте қызықты қонақтарымыз болады. Әлі әйелдер футбол жайлы әңгімелесеміз. Ал бүгінгі қонақтарымыз ұлттық құраманың ойыншылары, звучит. Ұлттық құраманың ойыншылары Динмұхамед Қараман және Сағи Совет. Жігіттер, маусым үшін рахмет. Бүгін қонақ болғандарың үшін үлкен алғысымды білдіремін.